Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда оқушылардан сабақ аяғында қалай кері байланыс алуға болады, сол туралы айтатын боламын. Жалпы кері байланыстың түрі өте көп. Әр мұғалім өзінің сабағында оқушыларына ұнаған кері байланыстарын алып отырады. Бұл жерде де менің өзімнің оқушыларыма жиі пайдаланатын кері байланысымның түрі. Бұл яғни оқушылардың смартфон телефондарына хабарлама жазған сияқты етіп, оқушылар осылай смартфонды қағаздан қиып алып, оның ішіне оқушының айтатын сөздерін дайындап қойып, және бұны мен ламинаттап қойдым. Яғни ламинаттаған себебім оқушылар күнделікті сабақта пайдаланатын болғандықтан ұзақ сапасын сақтау үшін осылай дайындап қойдым. Бұл кері байланысты оқушыларым 5-ші, 6-ші, 7-ші классының оқушылары пайдаланады. Және оқушылар күнделікті дағдыланған сөздерді оқып, өздері туралы айта береді. Мысалға, сабақта өте жақсы жұмыс жасаған оқушы болса, сабақ аяғында осы хабарламаны алып, оқушы маған "The lesson was good, I worked very well" деген сияқты өзі туралы айтып кетеді. Немесе сабақтың аяғында өзіне ұнамаған тұстары болатын болса, сабақтың қиналған жерлері болатын болса, бұл жерде де оқушы өзі туралы шынайы айтып кетеді. Мінекей бұл оқушыларым күнделікті дағдыланып қалған кері байланыстары, және оқушыларыма бұл қатты ұнайды. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Менің YouTube каналыма жазылып, үнемі сабақтарымды қарап жүріңіздер. Сабақтарыңызға осыны пайдаланады деп үміттенемін. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.